Қазір біз Pixart бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Бұл бағдарлама өте жақсы. Мұғалімдерге кез келген жәндегі суретке өздеріңіздің керекті жазуларыңызды жазып, оқушыларға, өзіңізге кез келген мүмкіндікте пайдалана аласыз. Ол үшін неден? Play Market'тен, менде Android'да Play Market'тен PixArt деген R деп тұр ғой, P деп тұр ғой, кешіріңіздер, английский P. PixArt'ты жүктеп аласыздар. Жүктегеннен кейін осылай шығады. Мен сіздерге сурет істегенім сол шығып кетті. Қазір басынан бастап көрсетейін. Міне PixArt'ты басамыз. Тіркелесіздер. Мен енді бұған тіркелгенмін. Мүмкін тіркелу керек шығар, білмеймін. Ішінде әртүрлі нелер, ремикстер жасауға да болады. Мынандай әртүрлі ремикстер бар. Бұны енді жастар жақсы біледі. Мына жерде сізге қосу белгісі қимылдап тұр, маған қарашы дегенде. Қарайық, онысын бір басамыз. Сөйтіп өзіңіздің жәндегі неңізде, фотоларыңыздың ішінде өзіңізге ұнаған бір фотоларыңыз болады. Соларға да суретке жазуға болады. Мысалы, мен жаңа сыныпты жазып берші, аты жөнін жазып берші деп жатсыздар ғой. Өздеріңізге осындай круглый формалар, ұнаған формаларды сохранить етіп қойсаңыздар, сол осы жерден шығып тұрады. Шықпаса, все фото дегенді ашсаңыз, міне сіздің бүкіл фотоларыңыз шығып тұрады. Мына жердегі, енді мен артқа шегінейін де, мынаған жазып көрейік қазір. Дөңгелек фото осы жерге келіп түседі. Түскеннен кейін осының рамкасын өзгертуге болады. Инструментке барамыздағы обрезить дейміз, анау артық нәрселер қиямыз. Мысалы, сол рамканың авторы басқасы болып қалса, осылай қиып тастайсыздар. Сонымен енді кері қайта енді жазу жазамыз. Мына жерде птичка тұр, мен былай жылы жазайын. Мына жерде птичка тұр, птичканы бүйтіп басып жібереміз. Міне сізге сақталды. Енді осыған астына қарасаңыз, әртүрлі функциялар бар. Эффект беруге, смайлик қоюға да болады, даже текст жазуға болады. Осының үстіне тағы да добавить етуге болады суреттерді. Мысалы, текстқа барамыз. Сөйтеміз дағы жазуымызды жазамыз. Мысалы, менде биыл екі тырнақша деп тырнақшаны жабамыз и астына түсеміз. 2А сынып жетекшісі деп жазсаңыз да болады, аты жөніңізді жазсаңыз да болады. Мысалы, мен Бисе Ақмарал астына түсіп Ержетқызы. Ержетқызы деп жазамын, жоғарыда птичка тұр, соны басамыз. Енді суреттің ортасына келіп ақ болып түседі. Мына жерден астына қарасаңыздар, цвет деп тұр, сол жерден цветті таңдаймыз. Мына неңіз суретіңізге жақын суретті таңдаған негіз әдемі көрінеді. Мен енді осы сурет таңдай, не болмаса қанық той десеңіздер, мына қанық көк өзіңіздің енді неңізге қарап. Енді бұл сурет нені жазуды былай жылжытып жөндей бересіздер. Міне көрдіңіз бе, қолмен шеті былай ары бер тартасыздар. Және бұны жуан қылып жасаңыз да болады. Маркер дегенді басамыздағы астынан жәндегі несі мынандай бейне береді. Қажет десеңіз қойыңыз, қажет емес десеңіз қоймасаңыз да болады. Тағы не бар бұл жерде? Сосын шрифттар бар. Бұл жерде де шрифттар бар. Міне әртүрлі шрифт болып өзгереді. Қай шрифт сізге ұнайды, сонымен қаласыз. Міне былай жасаңыз да болады. Міне былай жылжытамыз. Мына жердегі неден бәрін тең қойсаңыз да болады. Міне мына жерде міне былай жуандатып, жіңішке қылып, міне нені басылып кетті деймін. Окей, басылып кеткен сияқты менде. Осылай қоюға болады. И цветті мен қызыл қылып істесем, ана қызылған кезде астынан не түсіп кетті, қос және цвет түсіп кетті. Былай мен жіңішкертіп, былай істеуге болады. Және немен осы ұнаса сізге өзіңіз қалдырсаңыз да болады. Позицияңызды былай ауыстырсаңыз, астында көлеңкелер жылжиды. Мен жәндегі не қойдым, тең қойдым, сол ғой менде. Тағы не бар мына жерде? Өзгертіп ойнап көрсеңіз болады. Кез келген жазуыңызды кез келген суреттің үстіне дәл осылай қойып шықсаңыздар болады. Міне өзіңізге ұнаған нелерін мына жерде ауыстырып көріңіздер. Мына тең дейді, теңді мен былай шамалы астынан қанық қылып әртүрлі қылып алсаңыздар болады. Былай жылжытып, қиғаштап, не болмаса оны істемесеңіздер де болады. Енді шрифттарды қайтып өзгертіп көрейік. Міне қай шрифт менде әдемі түседі. Әртүрлі шрифттар бар мына жерде. Көрдіңіз ба? Осы шрифт қай шрифт ұнайды сізге? Мысалы, мына жерде осы шрифт ұнады. Енді бүйтіп ұстап тұрып, әлі сіз егер птичканы басып қойсаңыз, осы сохранить етіп қалады. Ол үшін птичканы баспай жатып, міне үлкейтіп, кішірейтіп өзіңізге сақтап алуға болады. Цвет ұнамай қалды, ашпай қалды деп қайтадан мына цветтерді беруге болады. Бұл жерде мына цветтер өзгертіп жатырмын мына жерде. Әртүрлі цветін өзіңізге қай цвет ұнайды, қай цвет суретіңізді ашып тұр, талғамыңызға қарап өзгертіп аласыздар. Былай жылжыта бересіздер. Қайтадан шрифтқа барып, шрифт ұнамай қалса қайтадан ауыстырып ала беріңіздер. Міне қай шрифт, әртүрлі шрифттар бар. Болды деген кезде жұмысыңызды жасап болдыңыз ғой, сізге ұнады, осы шрифтіңізде, цветіңізде ұнады деген кезде барып, жоғарыға қарасаңыз птичка тұр, сол птичканы басасыз. Міне сохранить етіп қалды. Енді бұны қалай жүктейміз? Төменге қарай стрелка тұр, міне жүкте деп төменге қарап тұр. Және оны тарқатуға да болады. Міне төменге жүктейсіз, міне сізде сохранить етілді. Осылай сақтап алуға болады. Кез келген суреттің бетіне осылай жазу жазып алсаңыздар өте оңай. Іске сәт. Сіздерге жаңа оқу жылына сіздерге шабыт, шығармашылық табыс тілеймін. Каналға жазылып, пікірлеріңізді жазып қойсаңыздар қуанып қалар едім.